Мына хан асабаның порносын көрдік қазір ғана. Не дейміз, профессионально шығыпты. Енді өздеріне де обал жоқ, сауап болыпты. Не азап ол түсіріп оның үшін. Мен просто бір нәрсені түсінбеймін да, не үшін түсірді, қай мақсатта түсірді, ләззат алу үшін ба, жолда просмотр жинау үшін ба? Просмотр жинау үшін, естественно. И причем тут Мобилоров, мен соны түк түсінсем бұйырмасын. Мобилоров қастарына 24-те жеті жүрмейтін шығар. Шибаса керайын, кудагчы ирайдым. Болды, кеттен уже приколға ілінді бұлар. Халық тоқтатамайсыңдар еді. Барлығы көріп шығады мен. 10 миллионға, 20 миллион, 10 миллион сауап болыпты. Енді теперь самое главное, халықтың алдына шығып уәде беру керексіңдер негізі, по сути. Енді менің ойым жалпы, маған ренжімеңдер, енді халық көріп жатса ренжіме. Халықтың алдына енді шығып, айту керексің енді. Енді переспейміз деп. Я енді в скором времени халық ұмытады бұны ше. В скором времени уақыт өте келе ұмытады. Но сенің бауырларың, туысқандарың, достарың, жора жолдастарың ұмытпайды да мұны. Түсіндің ба? Класстастарың әсіресе бетіңе басады. Что еще сказать? Живи с этим дальше, живите с этим дальше. Ничего страшного. Никто не идеален в этом мире. Барлығы періште емес, мен де періште емеспін. Кім періспейді мына заманда? Барлығы періседі, шибасы керайын, кудагчы ирайын. Сол тағы не дейін? Вакансовия. Бақытты болыңдар, бар болыңдар, аман болыңдар. Сәттілік сендерге. Жастарына жас қосылып, өмірлерің ұзақ болсын. Давайте. Және осы іске байланысты менің барлық жұмыстарым тоқталды. Оның ішінде асабалық қызмет, ашылу салтанаттары, жүргізетін жаздағы тойлардың барлығы кең артық талаптарын сұрап жатыр. Одан бөлек залдағы жұмыстың тренері ол да тоқталып жатыр. Қазір енді бізге қаражат жағынан да моральный жағынан да өте қиын болып жатыр, шыны керек. Одан бөлек өзіміз съемочный квартирада тұрамыз, атымызда үй жоқ, одан бала шағамыз бар, кішкентай отбасы емеспіз, үйде мамамыз бар, қыздар бар, жалпы бізге де оңай болып тұрған жоқ. Енді жалпы осыған байланысты енді бізде заморальный ущерб уақыты келген кезде жаңағы жасаған адамдардың барлығын өтейді. Сұраймыз. Бәріңіз айтып болса, заң жүзінде бойынша айтсаңыздар болады. Негативті жазбаңыздар, біз уже мына жерге тойды прикол ұстаудан береміз, соның үшін жігіттер қатты ұқсамаңдар. Аман сау болыңыздар, көп рахмет баршаңызға. Қымбатты оқырмандар, қазақ елі ассалаумағалейкум. Соңғы желіде тарап жатқан ақпарат бойынша мен мәлімдеме жасай кетейін. Анасы якобы блогер жазған екен. Дайрығына хан өзі айтты, 3-4 видеоның арасында байқамай жіберіп алдым деген әңгіме болған екен. Енді мен сіздерге соған ответ айта кетейін. Ол видеоны мен ешқашан оған жіберген жоғым. Ол өзі үйге келі тамақ ішіп отырып видео монтаждаған кезде менің телефонымды ол алды. Кодын ол сұрады, мен кодын айттым. Себебі мен үйде телефон істей алмаймын, кішкентай қызым өте еркен, маған телефон вообще ұстатпайды, оны барлығы біледі, маған үйге келетін адамдардың. Бұл бір. Екіншіден, ол видеода болған жағдайда, братан, мынандай видео менде тұр. Мысалы, мен не істеймін бұл видеоны кетіп тастаймын деп, неге маған ескертпейді, неге айтпайды, ол неге өзінде ол видеоны ұстап жүреді. Және үшіншіден, ол видео олда бар екенін өзі мойындады, және оны еще каким-то образом бір досына көрсеткен екен. Ол видеоны ол неге досына көрсетеді деген менде сұрақ вообще. По идее, солай. Сондықтан да сіздер жаңа бір жағын көріп алып, жаңа бір адамның тек қана әңгімесін тыңдамаңыздар. Аққа ақ жақ дейді, сондықтан да бәрін уақыт келгенде шешіледі конкретно.